Қазір Астана қаласы Нұрсұлтан Назарбаев әуежайындамыз. Сеул Астана бағыты бойынша қонған ұшақпен 23 тамыз күні Ичон қаласында қайтыс болған Жәнәттің мәйіті елге жеткізілді. Сұлтаналиев Жәнәт 1980 жылғы қоғам және әлеуметтік желілерде өз орнымен құрметі болған азамат. TikTok платформасында өз аудиториясы бар. Тікелей эфирлерге шығып, оқырмандарымен сұхбаттасып, өз өмірі туралы көрсетіп келген. Спортпен айналысқан. Жақындары оны ақкөңіл азамат болғанын жеткізуде. Вот так вот, друзья. Спасибо за помощь еще раз. Благодаря подписчикам. Всем подписчикам, благодаря нашим, которые меня поддержали. Блин, уже даже не знаю, как сказать. Блин, спасибо за поддержку. Благодаря вот всем вам вот добрался я. Сейчас третий шаг у меня. Бұл сөйлеп тұрған марқұм Жәнәт 14 тамыз күні Инчон әуежайынан өз оқырмандарына мен жеттім, маған қолдау көрсеткендерге үлкен рахмет деп қуанышты сәтін әлеуметтік желілердегі парақшасында оқырмандарымен бөліскен сәті. Жәнәтті достары оны есін білмей жатқан жерінде өз үйінен тауып алған. Жедел жәрдем оны жүрегіне жасанды реанимация жасап, жүректі қайта орнына келтіріп, жансақтау бөліміне жеткізген. Оны аман алып қалу үшін дәрігерлер барлық жедел әрекеттерін жасағанымен, Жәнәтті аман алып қалу мүмкін болмаған. 14 тамыз Кореяға келген, 23 тамыз күні өмірден өтті. 28 тамыз жер қойнауына тапсырылды. Қысқа уақыт Кореяда бар болғаны 10 күн ақ өмір сүрген. Марқұмның артында 5 баласы қалды. Кім қай жерде қандай жағдайда өмірден өтерін жалғыз Алла ғана білуші. Құрметті отандастар, осындай қиын қыстау сәтте қолдау көрсеткен барлықтарыңызға айтар алғысымыз шексіз. Түркітілдес халықтардың ортасында ашылған диаспораның бұл істе жасаған қызметі көп болды. Достығымыз бен бірлігіміз мәңгі болсын. Жәнәттің жақындарына Кореядағы мұсылмандардың атынан қайғыра көңіл айтамыз. Жәнәтқа Алла жұмақты нәсіп етсін.